Ассалаумағалейкум, білім сүйер қауым. Назарларыңызда білімдер бәсекесі 21 ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы. Уақыт баға жетпес мүмкіндік. Тіпті бұл жайында неміс ақыны Гете ұрланған заттың орын басқа нәрсемен толтыруға болады. Ал ұрланған уақыттың орнын ешқашан толтыра алмайсың деуде сондықтан. Ал уақыттың қадірін біздің ойыншылардан артық кім түсінер? Зулаған секундтардан тұратын үш айналымда үнемделген уақыт пен нақты жауап қана жеңіске жеткізетінін анық біледі олар. Демек, бүгінгі уақыт бәріне маңызды. Біз ойынымызды бастаймыз. Дарын Талғат, Батыс Қазақстан облысынан. Ай күні бар жайықтың, ақ таңы бар арайлы, айдыны бар жайықтың, әлдилеген талайды. Даласы бар жайықтың, алуан түрлі гүл өскен, жағасы бар жайықтың, ғасырлармен тілдескен. Мен номер 42 Ақниет гимназиясына келіп отырмын. Өмірлік ұстаным еңбек түбі береке, яғни бүгінгі ойында еңбегімді еш қылмай тек жеңу үшін келдім. Келесі қатысушымыз Асылжан Дәуренқызы, Шығыс Қазақстан облысынан. Семей қаласының жұлдыздай қызы, Шәкәрім атындағы мектептің дарынды оқушысы, жеңіп алу мақсатымен келген 21 ғасыр көшбасшысы. Атым мен Дәуренқызы Асылжан. Ұранымды айта келсе, қандай да қиыншылық болса да тек қана алға. Жалынды жастарымыз жасай берсін. Гүлнұр Өмірбек қызы, Алматы қаласының білімді ойыншысы. Мен номер 10 мектеп гимназиясында оқимын. Өскенде химия пәні мұғалімі болғым келеді. Мен бұл сайысқа өз білімімді сынау үшін келдім. Арманға жет. Амалбек Сәрсенов, Маңғыстау облысынан. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Жаңаөзен мектеп гимназиясының атынан келдім. Менің өмірлік ұстанымым тегінде адам баласынан ақыл, ар, мінез деген нәрселермен ғана озбақ. Одан басқа нәрсемен озың ғой демектің бәрі ақымақтық деп Абай атамыз айтқандай, қазақ жастары ақылды да сауатты болуды мақсат тұтса, онда біздің жетер жетістіктеріміз әлі алда екеніне кәміл сенемін. Сол себептен де қазақ жастарына айтарым, біз дамыған 30 елдің қатарына кіруді армандайтын емес, сол 30 елді озып, алдыңғы қатардан көрінуді мақсат етуіміз керек. Бәрекелді. Біз жамбасақ лапылдап, аспан қалай ашылмақ дейсің ғой. Жарайсың. Нұрахмет Тархан, Астана қаласынан. Аламанда абырой асырғалы, жиылдық алталаштың асылдары, шығады асыл тастан ақыл жастан. Білімнің көшін бастап ғасырдағы демекші, ассалаумағалейкум алаш жұртым. Мен Қазақстан Республикасының елордасы Астана қаласынан келдім. Осы 21 ғасыр көшбасшысы атты жобаға келуінің мақсаты өз қарсыластарымен бақ сынасу. Осы ойын өте қызықты түрде өтеді деп ойлаймын. Күмәнің болмасын, өте қызықты өтеді. Соңғы қатысушымыз Қарағанды облысынан арнайы келіп отыр. Таныс болыңыздар, Ақжол Баймұхан. Армысың халайық. Мен Қарағандының кең байтақ жерінде орналасқан Абай атындағы мектеп гимназиясында оқимын. Ал менің ұраным болса, артта қалмайын тек алға. Қысқадан нұсқа, алда бол. Міне ойыншылармен таныстық, демек бүгін нағыз тартысты ойын күтіп тұр десем артық айтқандығым емес. Енді ойын барысымен таныстырып өтейін. Қымбатты сайыскерлер. 21 ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысының ережесіне сәйкес бір маусым аралығында өткен ойын қорытындысы бойынша апталық ойында бірінші, екінші орын алған сайыскерлер арасында рейтинг өтеді. Үздік 6-лық маусымдық ойынға жолдамалады. Білім бәйгесі тек білім жарыстыруды көздемейді. Сондай-ақ ойыншылардың уақытын қызықты өткізеді. Бұлай болса, психологиялық дайындықтар қалай өтті екен, бірге тамашалайық. Бейне сюжет. Еліміздің басты әрі құнды капиталы – білім. Білімді әрі тәрбиелі жастар ғана еліміздің жарқын болашағы. Сондықтан 21 ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы әр ойыншыға ерекше көңіл бөледі. Маған тренингтер өте қатты ұнады. Әсіресе кешегі тренинг өте жақсы өтті. Себебі біз кеше далаға шығып неше түрлі ойындар ойнадық. Ол ойындардан маған қатты ұнағаны маймыл және айна ойыны болды. Себебі онда біз бір-біріміздің іс-әрекетімізді қайталадық. Ақыл жастан, асыл тастан демекші. Аймақтық іріктеу жеңімпаздары дайындық барысында өздерінің жан жақтылығын көрсете білді. Талпынсаң табысқа жетесің, ұмтылсаң ұтасың. Бұл ойыншылардың ұраны. Киіз үй жиһазы, былайша айтқанда гардероб. Бұрында қазақтар қалай айтады?
дал деген сөз. Азат бақан. Психологиялық дайындық ойыншылардың сергіту сәті ғана емес, қорқынышты жеңуге, сенімділікті арттыруға пайдасы зор. 21 ғасыр көшбасшы зияткерлік ойында арнайы психологтармен жұмыс істедік. Біз жаңа қала, жаңа ортаға келгенімізде достарымызбен тіл табыса алмадық, ол жерге сіңісіп кете алмадық. Сондықтан біз арнайы психологтармен жұмыс істеген тренингтер арқылы жаңа достар таптық, және де өзіміздің бойымыздағы сенімділікті ояттық. Алда бақ пен бап сынға түсер сәт. Ойыншыларға сәттілік тілей отырып, білім бәйгесіне көшеміз. Қадірлі сайыскерлер, алғашқы айналымның ойын шартымен таныстырып өтейін. Қазір сіздерге тест түрінде ортақ 12 сұрақ оқимыз. Жауап ретінде 3 нұсқа берілген. Сіздер берген нұсқалардың ішінен дұрыс жауапты тауып белгілейсіздер. Әр сұраққа ойлануға 5 секунд беріледі. Егер ойыншы түймені басқаннан кейін көк тұшанса, онда дұрыс жауап бергені. Қателессеңіздер, өкінішке қарай қызыл тұшанады. Ойынымыз толығымен компьютердің және арнайы сарапшылардың бақылауында екенін ұмытпаңыздар. Олай болса, тартысқа толы алғашқы кезең бәйге. Қоянды жәрмеңкесінде француздық Карон деген балуанын жыққан ерен күш иесі. Қажымұқан, Жаяу Мұса, Балуан Шолақ. Балуан Шолақ әрі палуан, әрі әнші, сазгер, сондай-ақ Ғалия, Көкшетау, Қосперне секілді әндердің авторы. Қосымша ақпарат біле жүріңіздер. Келесі сұрақ мынадай. Өзіне және бірге бөлінетін сан. Жайсан, құрама сан, аралас сан. Дұрыс нұсқасы жайсан. Бәрекелді, үздік алтылық үздік болды. Гулливер саяхаттары атты кітаптың авторы. Марк Твен, Джонатан Свифт, Рудольф Распе. Әрине, Джонатан Свифт. Мезозой дәуірінің реликтілік өсімдігі. Кактус, пальма, секвоя. Секвоя. Келесі. Велосипед сөзінің латын тіліндегі мағынасы қандай? Желаяқ, дөңгелек, шайтан арба. Дөңгелек емес, шайтан арбаға да жатпайды, ол желаяқ деген мағынаны білдіреді. Өкінішті ойыншыларымыздың барлығы қателесті бұл жолда. Африкаға бірнеше рет саяхат жасаған зерттеуші. Америго Веспуччи, Васко да Гама, Давид Ливингстон. Давид Ливингстон. 6 сұрақ оқылды, нәтижеміз мынадай. Әзірге дарында 4 ұпай. Амалбек, Нұрахмет, Йөлнір және Асылжанда 3 ұпайдан, Ақ жолда 2 балл. Келесі. Малайзияның астанасы. Ханой, Куала-Лумпур, Бангкок. Куала-Лумпур. Мемлекет шекарасы қай жерлермен өтеді? Құрлықта да, суда да, құрлықта, суда. Құрлықта да, суда да өтеді. Яғни біздің мемлекетіміздің шекарасын сұрап тұрмыз. Жер бетіндегі ең ірі жыртқышаң. Арыстан, піл, ағаю. Ағаю. Ең үлкен мұхит. Атлант, Тынық, Үнді. Тынық мұхиты. Өсімдіктің қай мүшесінде биорганикалық заттардан органикалық зат түзіледі? Тамыр, жапырақ, сабақ.
Жапырақтан түзіледі. Екі 2017 жылы Астанада өтетін халықаралық маңызы бар іс-шара. Экспо, универсиада, олимпиада. Экспо. Міне, көзді ашып жұмғанша алғашқы айналым аяқталды. Келесі кезеңнің көшін кім бастайды? Бәрімізді қызықтырып тұрғаны сөзсіз, ендеше сараптамаға назар аударамыз. Дарын Талғатта 8 ұпай. Нұрахмет Тархан, Ақжол Баймұхан, Асылжан Дәурен қызында 7 ұпайдан. Елнұр Омарбек қызында 6 ұпай, және Амалбек Сәрсеновте 5 ұпай. Қымбатты ойыншылар, көңіл күйлеріңіз қалай? Бәрекелді, олай болса, тартысқа толы келесі айналымға өтейік. Ойын шартымен таныстырып өтейін. Алғашқы айналымда жинаған ұпайларыңыз толығымен сақталады. Қазір сіздерге 5 сұрақтан әзірленген 6 ұяшық ұсынылады. Ұяшық сұрақтары алғашқы айналымда жинаған ұпай санына байланысты ойыншылардың орналасу тәртібі бойынша оқылатын болады. Әр сұраққа ойлануға 7 секунд беріледі. Егер ойыншы өзіне тиесілі сұраққа жауап бере алмаған жағдайда, менің қарсыластар деген сөзінен кейін түймені бірінші басқан алғашқы 2 ойыншы жауап беруге толық мүмкіндігі бар. Егер ойыншы сол сұраққа дұрыс жауап берсе, 1 ұпай алады, қателессе 1 ұпайын біз шегереміз. Ойынымыз толығымен сарапшылардың және компьютердің бақылауында екенін ұмытпаңыздар. Олай болса, келесі кезең жорға. Дарын, бәйгеде Бағыңжан. Құттықтаймын. Көңіл күй жақсы ғой бәрі, иә? Өте жақсы. Дарын, Батыс Қазақстан облысында келдің. Іріктеу барысында өзіңнің ерекше пысықтығыңмен көзге түстің. Сондай-ақ өнеріңде ерекше. Осы жайында айтып өтсең. Мен бос уақытымда коньки теуіп және допты хоккей ойнаймын. Көптеген допты хоккейден жарыстардан қаламыздың атын қорғап жүрік командамен. Болашақта спорт саласын таңдап, соңына дейін жету ойда жоқ па? Жоқ, мен спорт ол өзім үшін керек деп ойлаймын. Ал мен болашақтағы арманым ол дипломат болу. Керемет, елші болғым келеді. Иә, елші болғым келеді. Иә, қошемет. Бізге елшілер керек. Әсіресе Дарын сияқты елшілер керек. Мені қызықтыратыны, қай елге барғың келеді? Жалпы қай елмен елшілік қатынаста болып, қарым-қатынасты жақсартқың келеді? Әлемде 300-ден аса ел бар ғой, сол 300-ден аса елмен Қазақстанды достастырғым келеді. Дипломат боласың, мен сенем саған. Бірінші ұяшықтың сұрағына көшейік. Жұмбақтың шешуін тап. Өмірі шықпай үйден бір, өзін өзі сүйреп жүр. Сонымен Дарын жауап бар ма? Аяқ. Қандай? Аяқ. Аяқ емес, қарсыластар. Бізде бірінші Ақжол. Тасбақа. Тасбақа, дәл таптың. Екі бұрыштың бір қабырғасы ортақ. Қалған қабырғалары толықтауыш жарты түзулер болатын бұрыштар. Қалай аталады? Екі бұрыштың бір қабырғасы ортақ. Қалған қабырғалары толықтауыш жарты түзулер болатын бұрыш. Қандай? Хорда. Қарсыластар, дұрыс емес. Ақжол. Сыбайлас бұрыштар. Сыбайлас бұрыштар, дұрыс. Саргас теңізі қай мұхитта орналасқандарын? Тынық. Қарсыластар, сізде бірінші Нұрахмет. Атлант. Жарайсың Нұрахмет, Атлант. Келесі. Өсімдіктердің жасыл пигменті. Ойлан. Жасыл түс беретін өсімдікке. Хлоропластид. Қалай? Хлоропластид. Дұрыс емес, қарсыластар. Нұрахмет. Хлорофилл. Хлорофилл. Дәл таптың. Жердің кішірейтілген үлгісі. Глобус. Бұл жолы дұрыс таптың. Саған 5 сұрақ оқыдым, сені тек глобус құтқарды. Яғни 1 ұпайың бар. Ақжол мен Нұрахметте 2 ұпайдан жинады. Шын жүректен құттықтаймыз. Қошемет көрсетіп, Нұрахметке кезек келді. Нұрахмет, сүйікті пәнің қандай? Сүйікті пәнім алгебра және де дене шынықтыру. Математикамен айналыссаң, яғни ой танымыңды жақсартып, адамды жаңаша бір мүмкіндік береді.
Ал дене шынықтырудың қандай пайдасы бар? Жалпы екеуі байланыстыратын не сен үшін? Дене шынықтыру пән жек көретін адам жоқ деп ойлаймын. Және де Иә. қол соғайық онда, міне барлығы дене шынықтыруын жақсы көреді. Және де бұның себебі адам осы сабақ кезінде көп шаршайтындықтан дене шынықтыру пәні осы біздің Салауатты өмір салтын. салауатты өмір салтын сақтауға көмектеседі деп ойлаймын. Болашақта бәлкім таңдаған мамандығың да осы саламен тікелей байланысты шығар. Алгебрамен байланысты. Яғни математик болғың келе ме? Экономист. Экономист. Қалай ойлайсың, ақылды адам бай бола ма, әлде бай адам бай бола ма? Ақылды адам бай болады. Жақсы, тамаша. Нұрахмет, олай болса сәттілік тілей отырып, екінші шашқан сұрағына көшемін. Жұмбақтың шешуін тап. Бұрышта қызыл атеш билейді. Бұрышта қызыл атеш билейді. Жауап жоқ. Қарсыластар. Елнұр. От. Өте дұрыс жауап. Бір бұрыштың қабырғалары, екінші бұрыш қабырғаларының толықтауыш жарты сәулелері болатын бұрыштар. Тік бұрыштар. Қарсыластар. Бізде бірінші ақ жол. Перпендикуляр. Перпендикуляр емес, бір пайыңды шегереміз. 90 градустық. Дарын. Қандай? 90 градустық. Қандай бұрыш? Доғалма. Жауап бар ма? 90 градустық доғал бұрыш бар. Олай қабылдай алмаймыз, бір пайыңды сенен де шегереміз. Вертикаль бұрыштар. Тіршілігі қоршаған ортаға тәуелді жануарлар. Тіршілігі қоршаған ортаға, яғни табиғатқа тәуелді жануарлар. Жабайы жануарлар. Хайуанаттар. Жабайы жануарлар. Дұрыс айтасың, рахмет. Эйр көлі орналасқан құрлық әрі мемлекет. Австралия. Бәрекелі. Белгілі бір жердегі ауа райының көп жылдық режимі. Климат. Бұл да дұрыс жауап. Нұрахмет, 5 сұрақ оқыдым, соның үшеуіне дұрыс жауап беріп, әзірге бұл айналымның көшін бастап тұрсың, 3 ұпай жинап. Ал Елнұрда 1 ұпай, Дарын мен Ақжолдан 1 ұпай шегереміз. Бірақ келесі кезек Ақжолда. Ақжолда 1 мың айтып, 1 қуантым ау деп ойлаймын. Солай ма, Ақжол? Иә. Ақжол бос уақытында көп кітап оқып, музыка тыңдағанды ұнатам дедің. Солай ма? Жалпы қандай өнерің бар? Сурет салу. Қандай суреттер саласың көп жағдайда? Көбінесе пейзаж, натюрморт. 10 жылдан кейін өзіңді қалай елестетесің? Суретші, немесе бір мамандық ниесі болып табыл. Бір мамандық Иә. иесі болып, яғни елге Көремін. елге қызмет етіп жүрген азаматсың ғой. Иә. Көшбасшың бойында қандай қасиеттер болу керек? Жаңа өте білімді болу керек, өз-өзіне сенімді болу керек, ең бастысы. Бастысы осы. Иә. Өз-өзіңе сенімді бол. Ендеше келесі ұяшықтың сұрағын өзіңе арнап оқимын. Жұмбақтың шешуін тап. Сырты жасыл, қап-қатты, іші қызыл, тәп-тәтті. Қарбыз. Қарбыз, дұрыс. Қарбыз жақсы көреміз бе? Иә. Жақсы. Келесі. Өлшемі 180 градусқа тең болатын бұрыш. Жазыңқы бұрыш. Керемет. Оқ дәрілерді алғаш ойлап тапқан ел. Қытай. Ақжол. Қателескен жоқсың. Атмосферадағы ылғалдың негізгі көзі. Атмосферадағы негізгі көзі. Атмосферадағы ылғалдың негізгі көзі ол Бұлт. бұлт. Қарсыластар. Рахмет. Су. Қандай су? Дүниежүзілік мұхиттың. Дұрыс айтасың. Өте тамаша, нақты, жүйелі жауап. Дүниежүзілік мұхит суы немесе су.
Жайық Сырдария өзендері туралы алғаш мәлімет келтірген ежелгі грек тарихшысы. Эратосфен. Қарсыластар. Асылжан. Геродот. Жарайсың Асылжан. Бір ұпай алды. Ар жолдың арқасында. Бес сұрақ оқыдым, соның үшеуіне дұрыс жауап беріп, Нұрахметтің ізін жалғадың. 3 ұпайың бар, жарайсың дегім келеді. Сондай-ақ Нұрахмет пен Асылжанды құттықтаймын. Қоржындарында бір ұпайдан бар. Келесі кезек Асылжанда. Асылжан, жігіттердің қарқыны қалай? Жақсы дайындалған. Қалай ойлайсың, бүгінгі ойында кім жеңімпаз атануы мүмкін? Менің ойымша осы 6 адамның біреуі ұтады. Сенің ойынша? Барлығын білімдері бірдей деп ойлаймын. Асылжан, мектепте қалай оқимыз? Озат оқушым. Жалпы мектебің туралы айтып бере аласың ба? Қандай мектеп? Мен Шәкәрім атындағы мектепте оқимын. Ол мектеп маған өте қатты ұнайды. Әртүрлі секцияларға қатысып жүремін. Енді сөзден іске көшейік, 4 шашықтың сұрақтарын оқимын. Жұмбақтың шешуін тап. Белдеуде 5 ат, бесеуі де қасқат. Белдеуде 5 ат, бесеуі де қасқат. Саусақтар. Саусақтар? Оңғы. Дұрыс айтасың Асылжан, көп қинамай ақ қояйын. Алғашқы сұрақтан сүрінбедік. Келесі. Сәйкес нүктелері беттесетін фигуралар. Сәйкес нүктелері беттесетін фигуралар. Квадрат. Квадрат емес, қарсыластар. Ойланып, нақты бір ұпай алуға тамаша мүмкіндік. Кәне, кім жауап бере алады? Үнсіздік, өзім айтайын. Тең фигуралар. Келесі. Тіршілігі адамға тәуелді жануарлар. Ойлан, Асылжан, бағана қандай сұрақ болу еді? Жалпы бұл қандай сұрақ? Тіршілігі адамға тәуелді жануарлар. Үй жануар. Үй жануарлары. Келесі. Атмосфералық қысымның өлшем бірлігі. Асылжан, сен бұны білесің. Мен сенімдім. Кәне. Жауап жоқ. Қарсыластар. Елнұр. Температура. Температура өлшем бірлігі емес, атмосфералық қысымның. Амалбек. Градус. Градуста емес. Амалбек пен Елнұрдан бір ұпайдан шегереміз. Дұрыс жауабы миллиметр. Нұрахмет, қап деп қалдың ба? Кейде осындай болады. Сондықтан жылдамдық керек бұндай жағдайда. Келесі. Солтүстік Американың ең биік нүктесі. Маккинли. Маккинли шыңы. Жарайсың. Асылжан, саған 5 сұрақ оқыдым, соның 3-еуіне дұрыс жауап беріп 3 ұпай алдың. Елнұр мен Амалбек 1 ұпайға ұмтылып еді, алайда сәтсіз болды, 1 ұпайдан шегердік. Дегенмен көңілге түспесін, мүмкіндік бар. Солай ғой, қымбатты көрермен? Я, солай. Елнұр, қай жақтан келдік? Мен Алматыдан. Осы Алматы қаласында туып өсіп, осы жерде оқып жатырсың. Иә. Басқа қалаларда болдың ба? Астанада, Шымкентте болды. Жалпы Алматы несімен ерекше? Өзінің биік тауларымен, табиғатымен, өзіме ыстық қала. 21 ғасыр көшбасшы зияткерлік сайысын неге теңер едің? Үлкен бір эстафета сияқты. Эстафета сияқты. Неліктен? Өйткені мысалға тағы жүгіру жарысы сияқты. Сен бүгін бұл жерде жүгіріп, ынтанмен ынталанып, мәреге дейін жетесің. Осындайда Қадыр Мырзалиевтің мына өлеңі еске түседі. Сәті келді, сәтіңді бос өткізбе. Барбаған жер, баспаған тау көп бізде. Мықты болсаң алдағыны басып оз, мықты болсаң арттағыға жеткізбе дейді. Қысқаша осылай деп айтсақ болады. Іске сәт, бастайық. Жұмбақтың шешуін тап. 2 ағайынды, екеуі бір үйде, бірін-бірі көрмейді. Құлақ. Құлақ көрмейді.
Қарсыластар. Бізде бірінші Амалбек. Көз. Көз, міне Амалбек. Көздің арқасында бір ұпай алды. Келесі сұрақ. Неше нүкте арқылы түзу жүргізуге болады? Шексіз. Шексіз емес. Бізде бірінші Амалбек. Бір нүкте арқылы. Бір ұпайын шегереміз. Асылжан. 2 нүкте. 2 нүкте арқылы. Жарайсың, Асылжан. Келесі. Қай жерде атмосфера қысымы төмен болады? Елнұр, бұны білесің сен. Бұны Елнұрдың бөлігі міндетті. Антарктикада. Антарктикада. Елнұр мен қызық күлкілі қызық екен. Қарсыластар. Рахмет. Биік және де таулы массивтерде, биік жерлерде. Дұрыс. Биік тауларда. Елнұр. Монголия қай елдермен шектеседі? Қытай. Толық жауап Қазақстан. керек. Сосын Өзбекстан. қарсыластар. Ақжол. Қытай, Ресей Федерациясы және Қазақстан. Дарын. Қытай, Ресей, Жапония. Дұрыс емес. Қабылданбайды. Дұрыс нұсқасы Монголия, Ресей және Қытаймен шектеседі. Сіздердің жауаптарыңызды қабылдамаған себебіміз артық елді қосудың қажеті жоқ. Келесі. Қарағанды көмірін өндіру әдісі қалай өндіріледі? Елнұр, теледидардан тамашаласақ. Жауап жоқ. Жауап? Жоқ. Қарсыластар? Кім біледі? Қарағанды көмірін өндіру әдісі шахталық әдіс. Өкінішке қарай ешбір сұраққа дұрыс жауап бере алмадың. Бірақ ең бастысы өзіңе пайдалы ақпараттар алдың деп есептеймін. Сондықтан көңіл күйіңді түсірме, бұл ойын. Ойында бәрі де болады. Ал Амалбек бір ұпай алып еді, кейін қателесіп бір ұпайын берді бізге. Асылжан мен Нұрахметте бір ұпайдан бар. Ақжол мен Дарыннан бір ұпай шегереміз. Көтеріңкі көңіл күймен үздік атылықты қорытындылап тұрған Амалбекке де кезек келіп жетті. Амалбек, ойын қалай өтіп жатыр? Қызықты. Көшбасшы ойынына қатысу, бұл бала күнгі арманың ба? Кездейсоқтық па? Бала күніне осы бағдарламаны жиі көретінмін. Сол арманыма айналды. Өзіңді тамашалап отырған ізбасар іні қарындастарыңа не айтар едің? Бұл ойынға қалай дайындалу керек? Бұл ойынға жан-жақты дайындалу керек деп ойлаймын. Сәттілік деймін саған, Амалбек. Енді жан-жақты дайындалды деп есептеймін. Ұпай тілектеспін. Кеттік. Керемет дабыл. Саған 5 сұрақ оқимын. Соның кемінде 3-үне дұрыс жауап берсең, саған 2 ұпайды сыйға тартамыз. Жалпы 5 ұпай алуға толық мүмкіндігің бар. Біздің сый осы, алу өзі өркіңде. Дайынсың ба? Дайын. Кеттік. Жұмбақтың шешуін тап. Бір ағашта 12 ұя, 30 жұмыртқа. Уақыт өтті. Амалбек. Жауап жоқ. Қарсыластар. Қазір жауабын айтсам, әттең деп қалатындарыңды сезіп тұрмын. Өзім айтайын, жауап жоқ деп есептеймін. Бір ағашта 12 ұя, 30 жұмыртқа, ол бір ағаш. Жыл, 12 ұя ай, 30 жұмыртқа, 30 күн болатын. Келесі. Беттестіргенде ұштары дәл келетін кесінділер. Беттесетін кесінділер. Беттескен кесінділер. Ол жоқты қабылдамаймыз, қарсыластар. Нұрахмет. Тең кесінділер. Тең кесінділер. Жарайсың, Нұрахмет. Келесі. Миы жетілген. Қарапайым құралдарды пайдалана алатын жануар. Маймыл. Нақты атау керек, ғылыми атауы. Шимпанзе.
Шимпанзе емес. Қарсыластар? Дарын? Орангутанг. Қандай? Орангутанг. Орангутан емес. Бір ұпайын шегереміз. Ақжол, мүмкіндік өзіңде. Горилла. Горилла да емес. Бабуин. Дұрыс жауабы примат. Гигрометр дегеніміз не? Гигрометр. Уақыт осымен тәмәм. Жауап бар ма? Жоқ. Қарсыластар. Рахмет. Қысым өлшейтін құрал? Қысымды өлшейтін құрал емес. Бір ұпайын шегереміз. Ауа ылғалдылығын өлшейтін құрал гигрометр деп аталады. Ауа райын болжайтын адамдар. Синоптиктер. Бұл жолы қателеспедің. Жарайсың, Амалбек. Амалбек, өкінішті ақ, тосын сыйды беріп едің, өзің алмай-ақ қойдың. 5 сұрақтың ішінде тек біреуіне дұрыс жауап бердің. Бір ұпайың бар, жоқтан жақсы, қуану керек. Ал Нұрахмет алғашында бір ұпай алып еді, кейін асығыстық жасап, бір ұпайынан айырылып қалды. Дарын мен Ақжолдан бір ұпай тағы да алынады. Осымен сұрақтарымыз оқылды. Екі айналымның қорытындысы бойынша келесі кезеңге жолдаманы қай көшбасшы алды? Бірге тамашалайық. Сараптамаға назар аударамыз. Нұрахмет Арханда 14 ұпай. Асылжан Дәурен қызында 12 ұпай. Ақжол Баймұқанда 9 ұпай. Елнұр Өмірбек қызында 6 ұпай және Дарын Талғатта 6 ұпай. Және Амалбек Сәрсеновта 5 ұпай. Нұрахмет, Асылжан, Ақжол, біз сіздермен келесі кезеңде жүздесетін боламыз. Сондықтан сәттілік деймін. Өкінішке орай Елнұр, Дарын және Амалбек сіздермен қимай-қимай осы жерден қоштасамыз. Ең басты көңіл күй түспесін. Себебі сіздер 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар атанған нағыз көшбасшыларсыздар. Сондықтан қошеметімізді көрсетейік. Қымбатты көрермендер, екі айналымды артқа тастап, серіктеу сәтіне де келіп жеттік. Үшінші айналымға өткен бізде Нұрахмет, Асылжан және Ақжол үшінші айналымға өтулерімен ойын бастамас бұрын бір ауыз сұхбат. Нұрахмет, ойын қалай өтіп жатыр? Ойын өте қызу түрде өтіп жатыр. Және де осы ойын мен болжағандай өте қызықты түрде өтіп жатыр, жігерлі. Өзіңді басты фаворит санайсың ба? Жоқ әлі де. Себебі бұл аламан бәйге секілді озып келе жатсан, артындағы сәйгүліктер сен алдына түсуі де мүмкін. Үшінші айналымнан не күтеміз? Үшінші айналымнан жеңіс күтеміз. Тек қана жеңіс. Кімнің жеңісі? Енді өзімнің жеңісім деп ойлаймын. Әрине, мен де ол сенің жеңісіңді күтемін. Келесі біздің ойыншымыз Асылжан. Екі ер баламен білім сынасу қиынға соқпай ма саған? Жоқ. Біліп тұрсың ғой барлығын. Иә, білем. Қиын болып тұрды, бірақ менен білдім бұл сұрақтардың жауаптарын. Асылжан, айтшы, осы көрермендерге біздің ойынға қатысқысы келіп отырған сенің құрдастарына қандай ақыл кеңес берер едің камераның алдында? Көптеген энциклопедияларды оқып, жақсы білім алып жүріңдер. Түсініңіздер ғой, көп оқу керек, энциклопедия оқу керек дейді. Ақжол, түріне қарасам, өзің сабырлы, байсалдылысың, е? Осы байсалдылық қаншалықты көмектеседі жарыстарда? Тек өз-өзін ұстаған кезде, мысалы, кейбір адамдар асығып кетеді деп, сонда олардың жаңа нелері дұрыс болмайды жауаптары. Яғни сен барлығын ақылға салып, таразылап, дұрыс жауап бересің ғой? Иә, ең бастысы жаңа басында нетіп алу, талдап алу, дұрыс па, дұрыс емес па? Жақсы. Үшінші айналымнан не күтеміз? Жеңіс. Кімнің жеңісі? Нұрахметтің жеңісі ме? Жоқ. Өзінің жеңісің ғой. Рахмет, солай ақ болсын. Қымбатты көрермендер, экраннан алыстамаймыз. Біз бірер минуттан кейін үшінші айналымды бастаймыз. Біздің ойынға қатысқысы келетін 6-шы, 7-ші және 10-шы, 11-ші сынып оқушылары әлеуметтік желілерден ВКонтакте және Фейсбуктан 21 ғасыр көшбасшысы парақшасынан толық ақпарат біле аласыздар. Біздің ойынға қатыс, бағынды сына, жеңімпаз атан. Біз сіздерді күтеміз.
Қымбатты ойыншылар, екі айналымды сәтті аяқтадық. Бұл айналым бойынша ұпайларыңыз жойылады. Қазір сіздерге 4 тақырып бойынша 10, 20, 30, 40, 50 ұпайлық 20 сұрақ ұсынылады. Сонымен қатар бейне сұрақ және арнайы сұрақ беріледі. Арнайы сұрақта бүлдіршіндер сіздерге жұмбақ жасырады. Және бұл айналымның негізгі ерекшелігі ретінде көмбе ұяшығы жасырылған. Ойыншылар берілген тапсырмаға сәйкес сандықта жасырылған затты табуы тиіс. Әр сұраққа ойлануға 8 секунд беріледі. Егер ойыншы өзіне тиесілі сұраққа жауап бере алмаған жағдайда, менің қарсыластар деген сөзінен кейін түймені бірінші басқан сайыскер жауап бере алады. Ойын жарты түсінікті болса, үздіктің үздігін анықтайтын соңғы кезең дода. Тақырыптар төмендегідей: Жапония, геометрия, Лионель Месси және Қожанасыр туралы аңыздар. Қай тақырып, қай ұяш? Лионель Месси 50. 1997 жылы 10 жасында Месси өзі ойнаған Ньюэллс Олд Бойз клубымен Перу достық кубогын жеңіп алады. 11 жасында Месси соматотропин дертіне шалдығады. Емделу үшін жылына 90 000 евро қажет болады. Соған қарамастан Месси Барселона клубына қабылданады. Оған не себеп болады? Себебі Барселона клубы осы Лионель Мессиді емдеуді өз қолына алады да, және де Лионель Месси Барселона клубына көшеді. Жастар клубында ойнай бастайды. Иә. Дұрыс айтасың. Футболға өте жақын екеніңді дәлелдей білдің. Құттықтаймын 50 ұпайың. Еншіледің. Асылжан, кезек өзіңде. Қожанасыр туралы аңыздар 40. Бояу шеберханасына келген адамның мына бір затты ешкім естімеген, ешкім көрмеген. Яғни қарада емес, ақты емес, көкте емес, қызылда емес, сарда емес, жасылда емес, қоңырда емес, сұрда емес бір түске бояп берсі деп өтініш қылады. Қожанасыр не деп жауап береді? Ол сұрайды, мен қашан келейін деп. Қожанасыр айтады, өзім біл, бірақ сен дүйсенбіде, сейсенбіде, сәрсенбіде, бейсенбіде, жұмада, сенбіде, жексенбіде келмейсің деді. Өте керемет. Саған 10-да, 20-да, 30-да, 50-да ұпайды бермейміз, саған тек 40 ұпай береміз. Ақжол. Лионель Месси 40. Ақжол, бұл бізде бейне сұрақ. Тақырыпқа қатысты экраннан тамашалаймыз. 2012 жылдың 20 наурызында Лионель Месси Гренада клубымен болған ойында 1-3 гол соғып, Барселонаның ресми рекордын жаңартты. Бұған дейінгі рекорд 20 ғасырдың 50 жылдарында Барселона клубының мүшесі Сесар Родригеске тиесілі болатын. Месси қандай рекорд жасаған еді? 5 рет топқа нет. Яғни 5 гол салып, сөйтіп рекорд жасады деп ойлайсың. Иә. Дұрыс емес, қарсыластар. Рахмет. Себебі Лионель Месси осы ойында өзінің рекордын жаңарта отырып, Барселонаның ең көп гол салған бомбардирі атанды. Нақты қанша гол салған? Нақты 300 қанша? 372. 372 емес. Асылжан? Жауап жоқ. Нұрахмет, рекорд жасағаны рас. Барселона тарихында да бұндай көп гол соғылмағаны да белгілі. Бірақ қателестің саны оның 234 гол. Нұрахмет. Жапония 40. Жапон атауы. Жапон тілінде Ниппон, не Нихон деп аталады. Жапония сөзінің мағынасы қандай? Күншіл селі. Тамаша жауап. Асылжан? Жапония 30. Жапон мемлекеті негізгі 4 аралдан тұрады. Ең үлкен аралды атай аласың ба? Қазір. 4 аралдан тұрады. Жапон мемлекеті. Ең үлкен сұрап тұрмыз, Асылжан? Қандай? Уақыт аяқталды. Жауап 3, 2, 1. Жоқ деп есептеймін. Қарсыластар. Бізде бірінші. Нұрахмет. Кюсю. Кюсю емес. Ақжол. Хонсю. Хонсю аралы. Ақжолда. 30 ұпай. Міне, жүйріктің жүйрігі анықтау оңай емес. Сондықтан Ақжол. Жапония 50. Жапония 50. Олар билік еткен кезең. Тарихта Эдо дәуірі деген атпен қалды.
елді 2 ғасыр басқарған. 1603 жылы құрылып, 1868 жылға дейін билік басында болған әскери әулетті білесің бе? Ол шөгіндер. Дұрыс емес. Қарсыластар Нұрахмет, Асылжан. Самурайлар әулеті. Дұрыс емес. Асылжан. Әулеттің атын сұрап тұрмыз жалпы. Немесе екінші аты бар, немесе Сигун. Әулет не? Сигун. Шөгін. Білейік жүрейік. Санамызға сақтай жүрейік. Егер қажет болса. Токугава әулеті. Ойын ортасында сараптамаға қарай кетейік. Әзірге сараптама нәтижесі мынадай болды. Нұрахметте 90 ұпай, Асылжанда 40 ұпай, Ақжолда 30 ұпай. Барлық ұпай өзгеруі мүмкін. Сондықтан ұпайды арттыру мүмкіндігі Нұрахметте келіп тұр. Лионель Месси 30. Бұл бізде арнайы сұрақ, яғни бүлдіршіндеріміз жұмбақ жасырады деп ереже барысында таныстырғанмын. Бұл жұмбақты қоятын, жасыратын 6 жасар Тайман Бексұлтан. Бірге тамашалаймыз. Құрметті сайысқа қатысушылар, менің жұмбағым мынадай. Өңінде бар, бауырда жоқ, жеңілде бар, ауырда жоқ. Ол не? Өңінде бар, бауырда жоқ, жеңілде бар, ауырда жоқ. Бірақ бұны Мессимен байланыстырудың түк те қажеті жоқ. Рахмет. Ойлан. Доп. Доп емес. Қарсыластар. Асылжан? Әрпі. Әрпі. Әнеде бар, ағада жоқ, жеңілде бар, ауырда жоқ. Дұрыс. Асылжан? Қожанасыр тұралаңыздар келу. Бұл бізде көмбе, сұрақты сандықтан соң білетін боламыз. Сұрақ мынадай. Қожанасыр бір баймен жанжалдасып, ханның алдына жүгініске барады. Хан байдың сөзін сөйлейтінін сезген. Қожа қойына бір нәрсе салып апарады. Хан үкім айтпақ болған кезде, қожа көзін қысып, қойнын көрсетеді. Қожаның қойны томпайып тұрғанын байқаған хан Қожанасырға жақтасады. Қожаның қойнындағы нәрсе бүгінде сандығымызда жасырылған. Ол не? Онысын қожа қалай түсіндіреді? Асылжан? Яғни төрелік сұрап барған кезде көзін қысады да қойнын көрсетеді. Хан дереу қожаны жақтап кетеді. Жап-жақ. Қарсыластар, бәлкім Нұрахмет пен Ақжол білетін шығар. Нұрахмет? Мата. Мата. Себебі? Себебі ол екеуі жалында жанжалдасқанда бір пұт темір ауырма, бір пұт мақта ауырма деп жанжалдасады. Сөйтіп, қойнына мата салып барған ғой, иә? Көзін қысады. Ол мата деген сияқты. Және ол жерде ол айтады. Мен де осылай ойлағанмын, бірақ та менің әйелім басқаша... Бірақ Нұрахмет оқығаны көрініп тұр, бірақ бұл емес. Бұл емес? Ақжол. Тас. Тас? Қызық нұсқа екен. Жалпы Нұрахметтің ойынша мата, Ақжолдың ойынша тас, Асылжан ештеңе ойламайды. Көреміз. Бұның ішінде мата емес, тас екен. Тас екен. Енді Ақжол, жауабың дұрыс, тас екен анықтадым, бірақ себебін айқындай алмадың, себебін өзім айтып көрейін. Яғни төрелік сұраған кезде Қожанасыр көзін қысқанда, неге көзіңді қыстың деп хан сұрайды ғой. Сол кезде Қожанасыр айтқан екен, егер де әділ билік айтпасаң, мына қойнындағы таспен басыңды жарам деген екен. Міне, осындай қызық әңгіме Қожекеңнен қалыпты. Қошемет көрсетейік. Рахмет, Дәулет, 50 ұпайды Ақжолға береміз. Геометрия 40. Грек тілінен аударғанда, үш бұрыштарды өлшеу дегенді білдіретін геометрияның саласы. Геометрияның саласы? Өлшеу дегенді білдіреді, геометрияның саласын сұрап тұрмын. Геометрия саласы. Планиметрия? Қарсыластар, Асылжан, Нұрахмет. Үш бұрыштарды өлшеу деген мағынаны білдіретін грек тілінен аударғанда, бұл геометрияның саласы тригонометрия. Рахмет.
Қожанасыр туралы аңыздар 30. Қожанасыр айды қалайша аспанға бірақ шығарады? Қожанасыр айды аспанға бірақ шығарады екен. Сол оқиғаны оқып едің? Жауап жоқ. Қарсыластар. Асылжан, Ақжол. Жоқ. Түнде әбден шөлдеген Қожанасыр шөлін қандыру үшін құдыққа барады. Құдыққа қауғасын салып жүрсе, қауғасы ілініп қалады бір нәрсеге. Сөйтіп бүйт құдыққа үңіледі ғой. Сол кезде айдың бейнесін көреді судағы. Құдықтың ішіндегі судағы айдың бейнесін. Апырмай, айға ілініп қалған болды деп Қожекең былай тартқан кезде шалқасынан түседі. Сөйт төбеге қараса, ай төбеде тұр дейді. Сасып қалып, басқасын қойшы. Айды аспанға бірақ шығардым деген әңгіме осыдан қалыпты. 30 ұпай өзімде қалады, Асылжан, кезек бірақ өзіңде. Лионель Месси 20. Лионель Мессиден кейін алтын доп иегері болған Криштиану Роналду. Қай команданың ойыншысы? Реал Мадрид. Реал Мадрид. Реал Мадрид, дұрыс айтасың. Ақжол? Геометрия 30. Мектепте өтілетін геометрияны эвклидтік геометрия деп те атайды. Себебі ол эвклидтің аксиомалар жүйесіне негізделген. Эвклидтің геометрия сандар теориясы, аудандар мен көлемдерді анықтау әдістері қамтылған ғылыми еңбегін атай аласың ба? Сандар теориясы, аудандар мен көлемдерді анықтау әдістері қамтылған ғылыми еңбегі қалай аталады? Аксиома және теоремалар. Дұрыс емес, қарсыластар. Негіздер деп аталады, немесе бастамалар. Жеңімпазды анықтауға жақындап қалдық, дегенмен соңғы сараптаманың алдындағы нәтижеге назар аударайық. Нұрахметте 90 ұпай, Асылжанда 90 ұпай, Ақжолда 80 ұпай. Нұрахмет. Жапония 20. Сөнген жанартауға жататын, жапондықтар келі санайтын Жапониядағы ең биік тау. Фуджи. Фудзи. Фудзи. Фудзи тау, дұрыс айтасың. Асылжан? Қожанасыр туралы аңыздар 20. Қожанасырдың ойынша бір сом көп пе, әлде бір тиын көп пе? Бір тиын. Неліктен? Өйткені бір тиын дегенде 7 әріп, ал бір сом дегенде 6 әріп. Дұрыс айтасың. Ақжол? Геометрия 20. Жазықтықтағы, кеңістіктегі фигураларды зерттейтін геометрияның бөлімдері. Планиметрия. Және? Астрономия. Астрономияның қатысы жоқ бұл жерде, қарсыластар. Кім біледі? Асылжан, Нұрахмет. Геометрияның бөлімдері жазықтықтағы, кеңістіктегі. Үнсізді өзім айтайын. Біреу дұрыс айтты, Ақжол, планиметрия. Екіншісі стереометрия. Көзді ашып жұмғанша үш айналымда аяқталды. Демек, жеңімпаз белгілі болды. Олай болса, сараптамаға назар аударамыз. Үш кезең қорытындысы бойынша Нұрахмет арқанда 110 ұпай. Бір қызығы Асылжан Дәурен қызында да 110 ұпай екен. Ал Ақжол Баймұқанда 80 ұпай. Ақжол, 80 ұпай үздікштікті аяқтап тұрсын, дегенмен жаман емес. Бүгінгі ойынға қандай баға бересің, қысқада нұсқа пікіріңді біле кетсек? Бүгінгі ойын жақсы өтті. Болды. Басқа ешқандай әсер сыйламады ма саған? Жоқ. Өте жақсы. Алдағы білім бәсекелерінде биіктен көрін, отбасыңның мақтанышы, еліміздің мерейі болғайсың. Рахмет келгеніңе. Асылжан мен Нұрахмет, тең түстіңіздер. Біздің ойының негізгі шарты жеңімпазды анықтау. Сондықтан Асылжан мен Нұрахметтің арасындағы жекпе-жекті өткіземіз. Қазір сіздерге 3 сұрақ оқимын. Кім көбірек жауап береді, сол жеңімпаз атына лайық. Дайынбыз ба? Иә. Нұрахмет, Асылжан, іске сәт. Алғашқы сұрақ мынадай.
Лионель Месси 2014 жылдың 8 қаңтарына дейін неше рет әлемнің ең үздік футболшысы атанды? Біріншісі Нұрахмет. 4 рет. 4 рет. 1 ұпай. Қожа Насырдың пайымдауынша ыстық көлде неше шелек су бар? 1 шелек су. Яғни ыстық көлдің көлемінде 1 шелек су бар. 1-1. Жапондықтардың ұлттық ақша бірлігі. Нұрахмет. Иена. Дұрыс айтасың. Жекпе-жек қорытындысы 2-1. Нұрахмет жеңімпаз. Қошеметімізді көрсетейік. Асылжан, көңіл күйі қалай? Жақсы. Жалпы Нұрахмет бұл жеңіске лайық па? Қалай ойлайсың? Лайық. Сені тамашалап отырған көрермендерге не айтасың? Соңғы сөзің. Сендерге рахмет. Сендердің үміттеріңді ақтадың деп ойлаймын. Біз де ойлаймыз, сен нағыз көшбасшы атына лайық бола білдің, алдағы білім бәсекелерінде биіктен көрін. Біз саған сенеміз. Қымбатты білімсер қауым, жеңімпазды марапаттамас бұрын маусымдық ойынға үміткер 6 үздік ойыншының рейтингісін тамашалаймыз. 9 ойын қорытындысы бойынша Нұрбек Кемаловта 240 ұпай, Анел Еспергеновада 200 ұпай, Алтынай Тұржановада 190 ұпай, Нұржан Бөдесте 180 ұпай, Ақерке Мүслімде 170 ұпай, Венера Қалиевада 170 ұпай. Әрдайым біздің ойымызды тамашалап, жеңімпазды бірге анықтайық. Сонымен қымбатты көрермен, тартысқа толы 3 айналым қорытындысы бойынша бүгінгі ойынымыздың көшін бастаған Нұрахмет Тархан ойында көрсеткен терең білімі мен жеңіске деген жігері үшін осы дипломмен марапатталады. Талабыңа нұр жаусын, ортаға шақырамыз. Шын жүректен құттықтаймын. Құтты болсын. Көңіл күй қалай? Өте керемет. Бұл жеңісті кімге арнаймыз? Бұл жеңісті анама арнаймын. Бәрекелді. Нұрахметтің анасы бүгін бізде студияда. Көрсетіп қойыңыз бойыңызды. Шын жүректен құттықтаймыз. Бәрекелді. Биік көтер дипломыңды. Бүгінгі жеңіске лайықсың, нағыз көшбасшысың. Ақша қымбат, өмір қымбат, уақыт бәрінен қымбат. Табысты болғымыз келсе, уақытты үнемді пайдаланайық. Әйтпесе, уақыттың текке кеткені, өмірдің босқа өткені. Көріскенше күн жақсы.